Сәлем қыздар, өте жұмсақ дәмді болып шығатын булочкаларды менімен бірге жасаңыз. Жылы су, сүт, жұмыртқа, 2 ас қасық қант және тұз, сұйық май, дрожжды барлығын салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Електен өткен ұнды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Қамырды жылы жерге қойып, көтерілген соң бір қайтарып, қайтадан 20 минутқа қоятын боламыз. Дайын болған қамырды қолмен немесе оқтаумен осылай домалақша етіп жайып алып, бөлме температурасында тұрған сары майды жағып, осылай үстінен қайтадан басып, видеодағыдай жасап, немесе өзіңізге ұнаған формамен де жасай берсеңіз болады. Булочкаларды толығымен жасап 10 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Алдын ала пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыз. Дайын болған қамырға жұмыртқаны жағып, 180-де 30 градуста пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.